Мақтағыз бен мысық. Баяғыда мақтағыз болыпты. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мүйіз тауып алыпты да мысығын шақырыпты. Мысығым, мысығым, келе ғой. Алайда мысығы келе қоймайды. Мақтағыз болса, келмесең келме, мүйізді өзі жеп қояды. Біраз уақыттан соң мысығы келіп, мені неге шақырдың? Деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Содан соң мысығы, ендеше қатығыңды төгем дейді. Ал мен болсам құйрығыңды кесіп аламын дейді мақтағыз. Мысық болса қатықты төгіп жібереді. Ал мақтағыз болса мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, құйрығымды берші дейді. Мысық бір кезде, сен менің бірінші қатығымды қайтар, сосын барып мен сенің құйрығыңды беремін дейді. Содан мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ бер дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, маған жапырағыңнан берші дейді. Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Ағаш. Мысық суға бара жатса, суға келіп жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп бер, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барып, әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші болса, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Сен бізге дән әкіп бер, біз саған жұмыртқа береміз дейді тауықтар. Мысық болса, енді не қыламын деп тұрған сәтте, мен қазып жүрген тышқанды көріп қалады. Мысық тышқанды бас салады да, жаныңның барында айт, үйіңде не бар? Тышқан қорққаннан, үйімде бір табақ тары бар дейді. Маған тары бер дейді мысық. Тышқан үйіне барып, мысыққа тары әкеп береді. Мысық тарыны тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші қыздарға сағыз береді. Қыздар су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз оған құйрығын қайтарады. Осылайша екеуі қайтадан дос болып кетіпті. Осымен менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.